каналдын названиясына байланышты интро жасауду үйрөтүтүн болом дегенде өзүм да катты билмейм. Просто YouTube'га жаңадан келгендерге кичкене плюс болсун деп атырмын. Билмейтиндер карайды го, жалпы соларга кичкене көмөк болсун деп. Осы программаны алыңыз. Кайда? Видео, слайд, шоу деген. Негизи осымен жасайм, өз басым. Сосын бетимиз редактировать. Нормально bir zat болса. Так. Газ. Өзүмдүкүн сизге бирөөгүн көрсөтүп жиберейин. Осы. Мынаны аламыз. Просто bir музыкасы нормально видеону аласың да. Осылай істейсің. Сосын эффектке кіріп, коллаж бар, соған өзіңнің затыңды қоясың. Мысалға мынаны қойғым келіп отыр мен. Мынау емес или мынау емес. Басқа қандай бар? Осыны қояйық онда. Мынаны дұрыстап қою керек еді. Что-то осылай күтесің енді. Қайтесің енді. Осылай үлкейтіп, міне негізі мынаны бар ғой, мастердің белгісін қою керек еді. Газ. Сәл күтіңіздер. Міне осы мастердің белгісі тұру керек қой. Тағы үлкейтпесек болмайын деп тұр мынау. Осылай мастердің белгісін қоямыз. Осылай сіздің каналыңыздың аты қандай? Мысалы, менікі Жаке YouTube па? Так, менікі Жаке YouTube. Мына жерге жазам. Жаке YouTube. Так, анда. Жаке YouTube. Так, бұны үлкейтеміз, конечно. Онсыз болмайды. Жаке YouTube. Intro. Так, қайсы сөзді қойған дұрыс? Осы дұрыс сияқты ма де, или нома. Осы дұрыс сияқты. Осыны көрейік бірінші. Так, мынандай. Қара қалай. Хорошо, осы нормально вроде. Осы. Осылай завершить ету керек та, в общем. Завершить етіп болғасын. Сосын мынандай заттар бар еді бұда. Бұда емес. Сосын завершить етіп болдық. Енді бұда дейтін мынандай эффекті деген бар, сол жақсысы да. Осылай алғасын. Осылай. Ортасына дейін осылай істей аламыз. Дұрысын ғой. Осы дұрыс сияқты да. Осында концалып кеткен дұрыс. Кішкене болайрақ қойып. Серьезно. Так. Көрейік. Жатыр. Былай алу керек. Осылай достар, жасай бересіңдер, өздеріңе ұнаған қалай ұнайды солай жасай беріңдер. Кішкене былай жылыстайықшы. Осылай. Міне. Білмеймін, менің ойымша интро деген осылай да дұрыс сияқты. Міне осылай жасай бересіңдер. Достар, жаңадан келіп жатқандар YouTube'ға. Міне мен интроны осылай жасаймын, если
Ал достар, видео ұнаса арнаға тіркеліп колокольчикті басып қойып. Колокольчик бізге келесі менің видеомды қалдырмай көру үшін керек. Және де лайк, коммент ұмытпайық достар. Ол менің дамуыма және де қызықты видеолар шығаруға көп септігін тигізеді.